Ardaқты достар, ең әуелі сіздерге Өзбекстан, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан жазушылары атынан жалынды достық сәлемін жолдаймын. Баршаңызға саушылық пен табыстар тілеймін. Мен бұл сөзді неден бастасам екен деп ойлағанда, мынандай бір жай еске түсті. Bir жан әлде бір сұхбатта көргенді айтайын ба, естігенді айтайын ба депті. Сонда сыншы тыңдаушысы көргенді айт. Себебі көрген шын, естіген өтірік депті. Алғашқы кісі өтірік пен шынның арасы қанша дегенде, әлгі сыншы екі арасы тым жақын. Төрт ағелі көзбен көрген шын, құлақпен естіген өтірік депті. Өзімшілдікпен емес, тек бір сәтке жаңағы сыншыны қостағандықтан, өз өмірімде, өз көзіммен көрген кейбір жайларыма негізейін. 6 жасар шағымда үлкен әкемнің киіз үйінде бір күні қағазға жазылған өлең көрдім. Үлкендер әндетіп, бала таулы өзіміз шырқатып жүрген ән сөзі қағаз жүзіне үнсіз, жым-жырт қонып жатыр дегенге таң болдым. Атам бұл сөз Абай ақын өлеңі дегенде әсіресе хайран едім. Ералы жайлауындағы бар ауылдарымыз өзі жоқта да сөзін көріп, тыңдап отырғаны Абайға қандай жақсы екен деп ойлап едім. Сол Абай 60 жыл өмір жасап, өлеңдері тек жазба күйде, тек жайлауларға ғана мәлім болып дүние салды. Ол менің 6 жаста көргенім еді. Ал бүгін 60 жасында сол Абай жөнінде көзбен көріп тұрғаным өзгеше шындықты айтады. Абай мұраларын өз тілінде тек қазақ қана емес, орыс, өзбек, түрікмен, тәжік, қырғыз және басқа да көп тілді отанымыздың көп елі өз тілінде оқиды. Абайдың өзі өмірі туралы кинофильм, опера, трагедия және 4 томдық роман жазылды. Сол роман 25 тілге аударылып, Абайдың өмірі мен дәуірін, өткен ғасырдағы халқының болмысын баяндайды. Қазақ халқының Алматыдағы академиялық опера балет театры Абай атымен аталады. Бұл менің Қазақстанда бүгін көріп тұрған жайларым. Мен осыны айтып тұрған шақта сіздердің есіңізге қазір біз отырған осы Науаи атындағы бір туған өзбек халқының театры да келген болар. Ұлы Науаи мұрасы мен өмірі бойынша туған өнерлер тұр көз алдымызда. Ол созылған ән, сызылған би, салтанатты сән, тамылжыған күй түрінде өзбек әнші, биші өнерпаздары көрсетер көркі. Ол ғана емес, санам ғана сезбейді, көзімді көріп тұрғандай бір сәт тағы бар. Ол менің қадірлі досым, Асқан ақын және роман жазушы, өзбек жазушысы Айбектің 6-7 жасар шағы. Ол да сонда Науаидің Чардиван жолдарына барынтасымен үңілген күйде көрінеді көзіме. Ал бүгін оның Науаи жөніндегі романы одаққа түгел жайылды. Талай-талай достарымызға жетті. Мен Чехословакияда, Совет Чехословакия достық айын өткізген кезді көрдім. Сонда чех пен словак оқушыларының көптен көбі өзбек халқының өткен шағын Айбектің Науаи романын оқып танумен болды. Дәл сондай күйде біздің даңқты жазушымыз, Орта Азия Қазақстан жазушысы бәріміздің ардақты ағамыз Садриддин аға Айнидің Бұхара романы жөнінде де көрдім, көзбен көрдім. Бұл еңбегінде Садриддин Айни өзінің балалық шәкірттік шағындағы Бұхараның естен кетпес көріністерін бейнелейді. Атақты медресе Мирараб тірлігін ерекше шебер суреттеумен қатар, өз халқының, өз басының нелер толқынды күйлерін аңғартады.
Қазіргі шақта Бұхара романы дүние жүзіндегі көп елдер тіліне көшті. 1928 жылы Фрунзеде Астанада мен зор бір мәдениеттік, тарихтық табысқа ұшырастым. Сол шақтарда бүкіл әлемдік халық өнері тарихтарындағы ең ұлы дастан Манастың ең бірінші рет, ең толық түрі жазылып болған екен. Оны ұдайы 4 жылдай дәулескер, жомоқшы, айет, Сағынбай Оразбақұлы жырлапты да, мұғалім Әбдірахманов 10 топ кітап қып жазып апты. Жол саны 240 мың екен. Сол шаққа дейін көп ғасыр бойы ақындықтың анық теңізі тек қана қырғыз жомоқшы ыршыларының аузында ғана жүргенді. Осы Манас жөнінде бүгін нені көремін? Қырғыздың алғашқы декадасында Москвада Манас тақырыбы бойынша жазылған опера Айшурық қойылды. Сондағы зор тұлғалар сарындарын, әндерін Қырғыздың асқан шебер өнерпаз артисткалар орындады. Бұнда да театр өнері мүлде болмаған күйден осы артистердің өз өмірінің ғана ішінде шар құрып, өріліп өскен аса өнерлі театрдың күй көркін көреміз. Тағы да бір сәт, әдебиетінде ұлы табысы, өнер білімде мол өрісі бар қадірлі туған еліміз түрікмен халқының зор бір ерекше өнегесін көреміз. Бұл үлгісі басқа барлық елдерімізге шын өнеге болғандай. Халықаралық достық жалғастың үлгісі. Түрікмен оқымыстылары бастап, дарынды ақындар еңбек етіп, түрікмен тіліне Индия халқының ұлы мұрасы Махаббаратаның толық аудармасын жасаған. Сөйтіп менің туған республикаларымда, біздің шығыста, менің өз көзімше, өз өмірімде болған болмыс, туған туыстың бірнеше ғана нұсқаларын шынын ғана екшеп айттым. Енді бір ғана көз көргенді айтып тынайын. 1917 жылы жоғарғы оқуға түссем деп, жүрген шағымда барласам, барлық азиялық Россияда, Сібір мен қиыр шығысты да қосқанда, жалғыз ғана Томск университеті бар екенін көрген. Ал бүгін Орта Азия республикалары мен Қазақстанның өзінде ғана дәл 80-дей жоғарғы оқу орындары бар екен. Бүгінгі меймандос қадірлі Астанамыз Ташкенттің бір өзінде дәл бүгінде 16 жоғарғы оқу орны бар. 1917 жылда Россияның екі астанасы Москва мен Петербургте де 16-17 жоғарғы оқу орындары болушы еді. Бұған шейін мен біздің әдебиет пен өнердегі өсу дамудың іштен өзім ғана көргеннің 100-ден бірін ғана атап өттім. Жалғыз ғана адам өміріндей, шақ қана шақта сан ғасырлар жолдарын басып оздық. Әрине, бұншалық көркейіп, өркендеу тек қана Октябрь революциясы әзірлеп сепкен ұрық пен дәннен туып отырғаны баршаға шамдай айқын. Әдебиеттік шығармалық процестің кейбір арнаулы проблемалы мәселесіне сәл тоқтайын. Бұл ретте ұлттық түрмен біздің әдіс социалистік реализм әдісіне назар аударайық. Осынау жайға үңіле ойланған шақта ұлттық түрдің қандай ерекше проблемасы ең алдымен оралады. Біздің шамамызша ұлттық түрдің жаңалықтары бірнеше ұлы сәттердің тоғысып қайнасу, қорытылу қалпынан туады. Ең әуелі, баршалық халық ұғымына жат бөтен болып, талғауына татымайтын, жаңалыққа жақпайтын жайлардан арыла өсу бар. Бұл сын мен екшеп талғау. Сонымен жалғас озғын өскелең жақсының бәрін көмекке алып, керекке жарату бар. Марксшіл, Лениншіл эстетиканың негізгі бір шындығы сыры осында. Екінші, ұлттық түр дегеніміз жаңа дәстүрлер тудырып, өзгеріп өсетін, жаңа көркемдік қасиеттер табатын дүние. Үшінші, сол өсу даму жолында ұлттық түр жаңа санаға не болғанда біздің отан мен бар әлемдегі өнерлі елдер әдебиетінің шеберленген түрлерінен үлгі етіп ала өседі. Осы аталған халдардың бәрі де
барлық әдебиеттерімізде халықтар достығының игі топырағында аясында дамиды. Ол достықтың ең асыл нәрі іргесі доста барды асыл артықты ерікті түрде ауысып алумен, көмек керекке жаратумен, сол арқылы екі жақты өсу, гүлдеу болмақшы. Советтік шығыстың көп әдебиетіне осылай үлгі алысу жолымен жаңа жанрлар кірді. Проза, драмалар, озғын елдердің реалистік дәстүрлері ретінде келді. Сондайлық биік өнерлі жаңалықтарды біздің оқушыларымыз өз халқының тарихындағы өзіндік өсу заңы деп, дәл өзінің халықтық жан тамырынан тараған өз жанының үні деміндей қабыл алды. Өзбек, қырғыз, түрікмен романын оқушы өзбек, қырғыз, түрікмен азаматтары өзінің ұлттық өрнегі деп таниды. Жаңа жанр түрменен көркейген халықтық көркемдік ойдың шабытты шарықтауы деп біледі. Сондайлық жаңа түр тілімен ғана ұлттық емес, соның үстіне бейнелеген өмір қалпымен де ұлттық. Бұнда халықтың жан жүйесі, мінез әрекеті, тіл теңеу көріктеу кестесі және адамдық қарым қатынас машықтары бәрі де ұлттық өзгешеліктерді таныта келеді. Сөйтіп, социалистік ұлттардың әрбірінің өнерінде өзінше өздік ерекшелік ретін қалыптайтын ұлттық түр бар. Және бар ұлтымызға ортақ идеялық тарихтық мұрат мүдде, мақсұт мерзім және де бар. Көркем әдебиет жайына келгенде, біз ұлттық түр тек тіл көлемінде ғана болады деп ойламаймыз. Әдебиеттік әлденеше ерекшелік, әсіресе поэзия түріндегі ерекшелік, ұлттық түрдің ауыспай өзгермей тұратын бітімі боп та жүреді. Ұлттық түрдің тағы бір елеулі мәселесі, кейбір көне тартқан ескіден арыла жаңғыруда. 19 ғасырдағы біздің классиктеріміз өздерінің тарихтық міндеті деп білгені іздену өрістерін орыс классик әдебиеті және сол арқылы әлем әдебиетінің озғын дәстүрімен жақындастыру деп біліскен. Солай еткендер Абовян, Чавчевадзе, Ахундов, Татагуров, Абай, Тоқай, Садреддин Айни, Хамза Хакимзада Ниязи болатын. Тарихтың жаңа кезеңінде ұлттық түрді соларша дамыту анық халықтық арманы деп біліп, біз артқылар көп үлгі сабақты солардан алдық. Олар бастаған жаңалық игіліктің ең ұлы қасиеті осындеді. Біздің классиктеріміз еліктеуші, солықтаушы болма, озған орыс әдебиеті мен әлем әдебиетінің асыл дәстүрін өрі мен төріне тең етіп сіңіре білді. Сол дәстүрлерді өзің жаңа байыта түстеп өсиеттеді бізге. Ұлттық түр жайлары жүйешіл ойды, енді социалистік реализм проблемаларын бүгінгі біздің халықаралық дамып келе жатқан қатынас жалғасымыз ретінде де нық ескеру шарт етеді. Біз социалистік реализмнің жүйелік жайларын Азия, Африка елдерінің өнерпаздары қалай шеше жүргенін білу, тануға ынтықпыз. Осының бәрін дос әдебиеттердің, жеке жазушылардың, жазушылар одақтарының өзара байланысын күшейту үшін және өсу дамудың мән-нәрін молықтыру үшін ескеруіміз шарт. Өздерінің идея мүддесіне нық берік біздің жазушыларымыз барлық ұлы отаны мен тұтас адамзат қоғамының прогресіне еңбек етеді. Бар шыны жаны мен құл болған халықтар азаттығы үшін алысып келеді, алыспақшы да. Бұрын да, бүгін де, ертең де халықтар теңдігі мен әлем бейбітшілік үшін алысады ол жазушылар. Енді қысқа сөздің соңында менің ең алғаш бастаған жөніме бір сәтке қайта оралуға рұқсат болса, тағы бір көз көргенді айта кетейін. 1957 жылы Японияны аралап жүргенімде Япон халқының бір нақылын естігем.
Sen Nikko'nu görmegen bolsan, gajayip degen sözді қолданба deydi eкен sol naqıl. Al men sol Nikko'ga bardım da, sol bir жердің шынайы жан таңырқар көркін көрдім. Соны еске ала bir ғана тілек айтар едім. Біздің де осы конференцияда көргеніміз бен танығанымыз, түйгеніміз соңында айтар қорытындымыз ғажайып болса екен.